сұрап өтейік. Ана ханым, мен деген осы бағдарламаға келген себебім, жасым 24-те, бүткіл оқуды да, жұмысты да барлығын бітірдім, болдым. Енді менің алдағы қойған мақсатым тұрмыс құрып, жақсы семья болып кету. Сол үшін мен Біржан ұнағасын келдім. Енді эфирде адам бөлек, былай өмірде бөлек деген сияқты сырласып, сөйлесіп көрген жағдайдан кейін барып білесің ғой адамның қандай екенін. Басында бірінші кездесуде сіздер сұраған болатырсыздар, жаңағы эфирде қалай, Біржан өмірде қалай деген сияқты. Маған бірінші кездесуде бәрі жақсы болған сияқты болып көрінді. Өзін жақсы жағынан көрсетіп, енді барынша тырысып жатырды да. Бірақ енді сөйлесе келе, кездесе келе адамды жақсы тани білесің ғой. Алдында негізінде мына жерде қозғалды ғой, вот отчет сұрады, анау-мынау деген сияқты әңгімелер. Оның барлығының өзінің себебі бар негізінде. Себебі бар. Бұл Инстаграмда маған күнде неше түрлі сообщениялар келеді, Біржан туралы ақпараттар келеді. Оны айтуға болатын шығар енді, бағдарлама шынайы болғасын. Біржан сыртта өзі кездесіп жүрген қызы бар дейді, 2 айдан бері. Перепискаларын жіберген маған оның. Үйге келші, шай ішейік, кездесейік, сағындым деген сияқты неше түрлі. Ол жерде Біржанның аккаунты кәдімгідей көрініп тұр, сонымен сөйлескен екенін. Алдында негізінде әңгіме туған күн жайлы болмаған, жалпы мен сол туралы сұрап бастаған болатынмын. Ол әңгімені бұрмалап туған күнге әкеп тіреді. Негізінде сұрақтың барлығы осы болатын. Мен сұраған кезде бір нақты жауап айтпайды да. Мен айтам ғой, сен эфир шындық қой, енді мен сені ұнатып келе отырмын, тұрмыс құруға дайын болып келе отырмын. Егер де бізде бәрі жақсы алға қарай жүретін болса, мен дайынмын. Енді жаңағы алдында былай айтты, мен ойладым, енді мүмкін эфир үшін жүрген шығар бұл жігіт, қызық шығар мүмкін, жаңағы бір күні күшті болып видео создавать етіп, екінші күні бір проблема создавать етіп, уақытты өткізіп, бір көрінгісі келетін шығар деген ой келді енді маған. Эфирге айтпай, мен былайда сөйлесіп көргім келді. Сұрадым мән-жайды, не болып қалды, маған шыныңды айтсай, маған шыныңды. Мен сені кінәламаймын ғой, бәрінің де өзінің выборы бар ғой адамның. Мен сені таңдаған екен, бірақ мен саған ұнамасам, сен кінәлі болмайсың ғой. Мен ешкімді бір жалынбаймын ғой енді ешкімге. Әркімнің өзінің несі бар. Мені бір Атыраудан келдік екен, алыстан келдік екен деп олай сыйлап қажет емес. Енді мен де барлығы сияқты адаммын ғой, қай жақтан келсем де. Ешкімге міндетсініп жатырған жоқпын, Атыраудан келдім деп. Даже жоқ, мен айтып алайыншы. Сыйластық болғаннан кейін мен ары қарай уже месемен жалғастырдым ғой. Жақсы, қазір Біржан, тұра тұрыңыздар, біз қазір кезекті жарнамаға берейік. Жарнамадан кейін осы тақырыпты тарқататын боламыз. Сәлем, менің атым Омар. Егер де маған үміткер болғыңыз келсе, бір сайтына өтініш қалдырыңыз. Немесе астанаға нөміріме хабарласыңыз. Мен сізді күтемін. Осындай уақыт сенде бола бермейді. Мен күннің үсті болмаймын. Неше жыл отырса.
сәлем, менің есімім Мадина. Егер мен деді, бірақ ол жерде бір нақты ештеңе айтқан жоқ. Біресе бір қызбен сөйлестім деді, екіншісінде басқа қызбен сөйлестім деді, бірсе бұрынғы қызыммен сөйлестім деді. Әйтеуір неше түрлі информацияларды маған айтып басымды қатырып қойды. Бір нақты ештеңе айтпайды. Енді жақсы деп қоя салдым, бір ештеңе айтпайды да. Енді хаттар деген күніге келе береді, келген сайын менің басымда неше түрлі сұрақтар туындайды. Енді сұрақтарды қойып бір жанға сұрасам, не болып жатыр, маған шындығында айтса, мен саған үйленіп кетпеймін ғой, әркім қателеседі, маған айтса десем, ештеңе айтпайды, сен сұрақ қоя бермеші, мен мазамды алмаш, басымды қатырмаш дейді маған. Бірақ например, біз 2 рет па 3 рет па кездестік қой. Кездескен кезде мен бір керемет сияқты қылдырып көрсетеді да, енді видеолардан да өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Бізде бәрі күшті болып жатырған сияқты. На самом деле ол кездесуге мені шақырмайды, телефон звондамайды, соқсам алмайды, жазсам кейде ответ жазбайды, кейде жазады. Кездесек десем, мен деген туған күнде жүреді, біресе достарының әйелдері босанып отырады, сол жақта жүреді. Әйтеуір алдында да айтып кеткен жағдайы бар ғой, мына жерде мен жұмыстарым бар, мен ақша таппаймын ба, мен бөлек шаруаларым бар, и так таңертеңнен кешке дейін мына жерде отырам деп міндетсінеді. Сен мына жерде, мен ойлаймын, мына жерде егерде отырғаның, бұл сенің жар алуға бір жақсы жар келсе екен деген өзіңнің бір нең деп ойлаймын. Жақсы жар келмей тұр ғой сол. Мұқтаждығыңнан отырсын деп ойлаймын. Оны ешкімге мына жерге міндетсініп керек емес деп ойлаймын, шыны керек. Сосын банағыдай күштетіп жасайды да, эфирге тек қана бір күн қалғанда хабарласады, сол кезде кездесек дейді. Сосын қасында кенже бар, кенже екеуі келеді де, видео түсіру керек, қандай видео түсіреміз, мына тақырыпты түсіреміз ба, мына тақырыпты түсіреміз ба, күшті локация керек деп бастайды, сосын предлагать етіп бастайды, ана жерге түсейік па, мына жерге түсейік па деп. Одан мен мына жерге бір таныстық махаббат алаңына келген адам сияқты емеспін да, мен бір видео түсіріп жарысу үшін келген адам сияқты болып қалам. Себебі деген айтады, ой, ол жерге деген Диана мен еске тұстады ғой, одан біз күшті болуымыз керек дейді. Екінші жерде айтса, ол жерде қазір бір қатысушы мен басқа үміткер тұстады ғой, біз одан лучше болуымыз керек, әдемі шығаруымыз керек деген сияқты. Сол кезде менде өте көптеген ойлар туындайды. Мен қайда келдім? Танысуға келдім ба, әлде видео түсіріп мына жерде жарысуға келдім ба деп. Ал Біржан? Жаңа көңіл бөлмей жатыр деді ғой да. Керемет дайындалып келіпсің. Енді бұл қыз түнгі сағат 12-де звондайды да. Енді қалай аласың? Мен өзім 10-да жататын адаммын. Кейде онда жатсаң сен нағып кеше түнгі 11-де келдің. Айттым, дос балармен болдым. Сен маған каждый раз жаза бересің. Мен жаза бермеймін саған каждый раз. Менде бүткіл дәлелдердің бәрі бар. Мен саған ешқашан мазаңды алып көрмегенмін. Ол жаңағы дәлел деп тұр ғой, мен оны жібергенде мен де өзім таңғалғам. Осы жерде отырған қызбен біздің перепискаларымыз интернет желісіне шығып кеткен, оны атын ауыстырып тастаған. Сондықтан мен өзім оны жаңағы сол қызды жаңағы публиковать еткен адамды органға бердім да, ол менің жеке нәрсемді, өткен нәрсемді алып ортаға алып кеп салады да. Сондықтан өзім де таңғалдым оны көргенде. Енді сен айтып отырсың ғой, енді көңіл бөлмейді деп. Мен енді білесің, енді мен саған барынша көңіл бөліп жатырмын. Сен айтасың, видео түсіресің дейсің, видеоны біз Кенжеден өзінен сұрасашы. Біз бірінші сенімен отырып, жақсылап сөйлесіп алайық. Одан кейін Кенже біледі ғой, мысалы айтшы, Кенже былай кафеге барып отырып, адам сияқты сөйлесіп, былай бірінші сөйлесіп алайық, одан кейін барып, жаңағы тамақтанып болғаннан кейін сөйлесеміз деген сияқты, жаңағы видео жайлы сөйлесеміз дейміз. Сен мына жерде бір әсілі сіртеп, білмеймін, дайындалып келгенсің ба? Мен ештеңеге дайындалып келген жоқпын, Біржан. Мен сенімен кеше түнімен келіп, таңға дейін несте, таңға дейін, түнге дейін, түнімен сообщениялар келеді. Қайта бірсе бір переписка жібереді, екінші, үшінші, күндегісі тоғылып жатыр да, уже перепискалар. Ең бастысы мен саған айттым ғой сол нәрсені. Сен сонда менің сөзім емес, сол жіберген адамдарға сенесің. Мен сенімен 2 рет кездесіп келіп, сенің сөзіңе сенейін ба, әлде көзімнің алдында тұрған перепискаға сенейін ба? Мен саған главный түсіндіріп айттым ғой, мен таңдап келіп отқаннан кейін мен саған айттым ғой, түсіндіріп. Бұл басқа переписка, бұл өткен нәрсені бұлар қайтадан шығарып отыр деп. Жоқ, сен былай айттың маған, біресе бір қызбен сөйлестім дедің, екінші қызбен, үшінші, ана жерде әртүрлі қызбен сөйлескен перепискаларым бар дейді.
өзің солай айттың ғой маған. Басында бірінші переписка дедім, ол өткен осы жерде отырған қызбен болған дедім. Ал екінші переписка ол просто комментарий жаздым оған. Комментарий жаздым да, ол ауырып жатырмын деп тез жазылып кетті, сол ғана жаздым. Ал қалған нәрселердің бәрі ол менің өткен осы жерде отырған қызбен перепискаларым. Өткен қыз, сен айттың ғой, бірінші бір басқа қызбен сөйлескен дедің, екінші переписка бұрынғы жаңағы кездесіп жүрген қызбен сөйлескен дедің. Ол жерде датына қарайтын болсақ, 3 декабрь 2020 жылы сөйлескен. Ал сен ол қызбен сентябрь айында нақты шешімін қойған болатынсың. 3 декабрь сен мына жерде үміткер қабылдап отырсың ғой, сонда сен ол қызға сағындым, кездесек деп сыртта солай жүретін болып тұрсың ғой. Қазір енді көп нәрсені жасауға болады, ол мені бұрынғы перепискамды алады да, и датасын ауыстырса да болады, ол сөз емес нәрсе. Мен де осы салада жұмыс жасаймын, Біржан. Жақсы білем ондай программаларды қай жерінен қалай ажырату керектігін. Мен сізге түсіндіріп айта кетейін, қазір айтып жатсыз ғой, переписка дейсіз, бізде де ондай мәселелер орын алған болатын. Өздеріңіз туралы бізге келіп түсетін ақпарат өте көп, сіздерге күнделікті айтамын, мен кімге сөйлеседі, қалай сөйлеседі, кімге қалай жауап қайтарады деген сияқты. Сондықтан Біржан туралы бізге келіп түскен хаттарды бізде тексерген болатынбыз. Сіздің айтып отқаныңыз сағындым, үйге кел, шай ішіп кет деген әңгімені сіз айтпасақ та біз оның барлығын біліп отырмыз, көрермендер де бізден сұрайды, неге айтпайсыңдар, неге Біржанды жобадан шығармайсыңдар деп. Ол нәрсені біздің редакция тексерген болатын. Ол переписка Біржанның бұрын жүрген қызымен жүргізілген. Бұрын. Сол переписканың есімін ауыстырған ол қыздың аккаунтын ауыстырған, скрин жасап қайтадан жіберген. Тағы да басқа қыз басқа скриндерді жіберген, мысалы, сол аккаунттың атын өзгертеді, сол бір переписка, бірақ аккаунттардың атын өзгерте берген, соның нәтижесінде Біржан бір емес, бір 10 қызбен сөйлескен сияқты. Ол өзі айтып тұр ғой, мен неше түрлі қыздармен сөйлесіп тұрмын деп, перепискада емес. Өзі мойындап тұр ғой. Біз бірінші білетін нәрсеміз Біржанның бұрынғы сүйіктісімен, бұрынғы жүрген қызымен жүргізілген жазба, оны біз тексердік. Егер де сіздің айтып жатқан нәрсеңіз Біржан анаумен сөйлеседі екен, мынаумен сөйлеседі екен, егер де ол дәлелденген болса, Біржан қазір осында отырмаушы еді. Деп тұр ғой ол жерде. Сонда не деп тұр ол жерде? Жаңағы әңгімелер, банағы сағындым, үйге келсеш, бүйтсеш, кездесек деген сияқты. Егер ойлаймын бұрынғы арақатынас болатын болса, ол жерде датасы басқа болу керек қой, бұрын болу керек қой. Мен сізге қазір түсіндіріп айтып жатырмын ғой, Айнагүл. Мен тіпті Біржанды қолдау үшін, жақтау үшін айтып жатқан жоқпын. Маған да керек емес, егер де бізді алдайтын болса, ешбір қатысушы отырмайды, ережені бұзатын болса. Егер де бір басқа арақатынасы сыртта болатын болса, ол жобада отырмайды. Мен тексермеймін, оны тексеретін арнайы адамдар бар. Сондықтан ол скринді әдейі жасады ма, әдейі жасамады ма, біз Біржанмен осы туралы сөйлескен болатынбыз. Негізі эфирге шығармай қояйық, жарайды, әдейі жасалатын дүниелер өте көп. Сондықтан сізге Біржан түсіндіруге мен сізге түсіндіруге тырысып жатырмын. Сізге менің айтқан, редакцияның айтқан сөзі егер де дәлел болмаса, басқа біреудің жіберген скрины маңызды болса, сіз кімге сенуге тырысасыз? Бізге ме, жоқ әлде скрин жіберген адам? Мен айтылған сөзге емес, көзіммен көрген нәрсеге сенемін. Жоқ, әртүрлі скрин болуы мүмкін ғой. Мен айтып тұрмын ғой, мен өзім осы салада жұмыс жасаймын. Мен ондай неше түрлі программаларды білем, қалай жасау керек екен, қалай ажырату керек екен. Мен білмеймін. Жоқ, маған қандай, Айнагүл, ойлаңызшы, маған қандай пайда Біржанды қазір жақтап отыру? Егер де мен білсем, өзім Біржанға айтар едім, Біржан, сыртта жүрген әңгімең айтып жүрген қыз бар ма? Бара қойшы сыртқа, біреудің орнын алмай қойшы деп. Маған не керек, бір керемет қатысушы ма әлде асып баратқан? Кәдімгі басқа қатысушылар сияқты отырған жігіт. Мен сізге қазір түсіндіріп тырысып жатырмын да, түсіндіруге. Біз оны тексергенбіз, Айнагүл. Сіз келді екен, міне мына жерде сенсация ашылды деген әңгіме жоқ. Біз кімнің кіммен қашан қалай сөйлесіп жүрген білеміз. Жасыра алмайды да ол. Түсінесіз бе? Түсініп тұрмын, онда неге маған редакция бұл әңгімені эфирге шығармасын деп попросить етеді. Оны редакцияны өтіп неге айтады, мені қайдан білемін? Мен сізге білген нәрсемді айтып жатырмын. Жоқ, қалай редакция шығармасын деп айтады, не деп шығармасын деп айтады? Осы әңгімені қозғамасын деп айтқан болатын маған. Егер де ол нақты ақпарат болмаса, ол өтірік әңгіме болса, редакция айтуы мүмкін. Жалған ақпаратты эфирге шығарудың қажеті жоқ. Қазір де Біржан айтып жатыр ғой. Ол деген жеке бастағы біреудің перепискасы. Мен Біржанның сөзіне келсем, егер де мен біреуге дайректке жеке жазатын болсам,